Саламатсыздар ма, білім алушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы техникалық безендіру. Жоспар бойынша жалпы безендіру, журналдың талаптарына сай безендіру, безендірудің халықаралық талаптары бойынша айтып өтетін боламыз. Ғылыми зерттеу көрінісі жарияланымдар. Ғылыми жарияланымның басты мақсаты автор жұмысын басқа зерттеушілердің талқысына салу және таңдалған зерттеу саласында оның орнын белгілеу. Ғылыми жарияланым ғылыми қызметтің негізгі нәтижесі. Ғылыми жарияланымдардың бірнеше түрі болады. Монографиялар, мақалалар, баяндама, тезистері. Кез келген ғылыми мақала қысқа, бірақ жүргізілген зерттеу және оның мәтінін объективті талдауы жөнінде түсінік беретін есептен тұруы керек. Есепте мәліметтердің және жарық көрген ақпарат көздері, сілтемелердің жеткілікті саны көрсетілуі қажет. Бұл әріптестердің бағалауына және олардың өздеріне тексеруіне мүмкіндік туғызады. Жақсы мақала жазу бұл мақсатқа жету деген сөз. Жақсы мақала жазу үшін ғылыми жарияланымның жалпы жоспары, құрылымының стандарттары мен ғылыми сөйлеу тілінің талаптарын сақтау қажет. Атау мақаланың аса маңызды элементі. Бүкіл жұмыс атауы бойынша бағдарламаланады. Сондықтан мақала тақырыбы оның мазмұнын толық танытуы керек. Мақалада сұрақтың қазіргі қалпы, жұмыстың мақсаты, зерттеу әдістемесі, нәтижелері мен алынған мәліметтер талқылануы, ықшамдалып және нақты берілуі қажет. Ереже бойынша мақала құрамы төмендегідей: кіріспе, зерттеу әдістері, негізгі ережелер мен талқылау, қорытынды, сілтеме жасалған түпнұсқа тізімі. Кіріспеде қарастырылып отырған сұрақтың өзектілігі негізделуі тиіс. Сонымен қатар сұрақ шешімінің белгілі амалдары мен олардың кемшіліктері көрсетіледі. Зерттеу әдістері бөлімінде қарастырылып отырған сұрақ шешіміне қатысты сіздің амалыңыз ұсынылғаны жөн. Бұл бөлімде берілген ақпараттың мәні мынада: басқа білікті ғалым ұсынған әдістерге сүйене отырып, өзіндік зерттеу жүргізе алу керек. Нәтижелер мен талдаулар бұл негізгі бөлім. Оның мақсаты жұмыс болжамы, қай мәліметтер негізінде дәлелденеді және ұсынылған нәтижелер неге осылай болып отыр және олар мақаланың басты идеясымен қалай сәйкеседі деген сұрақтарға жауап беру. Нәтижелер ереже бойынша иллюстрациялармен, кестелермен, сызбалармен, суреттермен көрінеді. Олар сіздің материалыңызды ықшамдалған түрде көрсету арқылы дәлелдемелердің басты қызметін атқарады. Мақалада ұсынылған нәтижелерді осы саладағы өзінің де басқа да авторлардың жұмыстарындағы алдыңғы нәтижелермен салыстыру қажет. Қорытындыда алынған нәтижелерді жұмыс бастапқы мақсатпен салыстыру қажет. Өзінің нәтижелеріңіздің кейінгі зерттеулерге қатысты мәнін анықтау маңызды. Тағы бір маңызды элемент — сілтеме жасалатын түпнұсқа тізімі. Әдебиет тізімі белгілі бір талап бойынша ұсынылады. Ғылыми және аналитикалық мақалалар жазу ісі материал мазмұнын берудің белгілі бір ережелерін сақтауды талап етеді. Мақала мазмұны қатаң логикалық жоспармен сәйкестікте ұсынылуы және мақаланың басты мақсатын ашуы тиіс. Ғылыми және аналитикалық мақала жазуда авторлар басшылыққа алатын тұстар мынандай пункттер бойынша баяндалады: ғылыми болжамның дамуы, мақала бөлімдері арасындағы кері байланыстың жүзеге асуы, аталмыш тақырып бойынша бұрын жарияланған материалдарды қарау, мақаланың жекелеген бөлімдерінің логикалық құрылымы. Барлық ғылыми аналитикалық мақалалар төмендегідей міндетті бөлімдерден тұрады: кіріспе, әдістер сипаттамасы, қорытынды сипаттамасы, талқылаулар мен басты қорытындылар бөлімі. Жүргізілген зерттеулерге қатысты кез келген ғылыми немесе аналитикалық жұмыс сипаттамасында кіріспесі сауатты құрылуы керек. Кіріспенің мақсаты оқырманға мақала авторы
авторы қойып отырған негізгі міндеттерді жеткізу болып табылады. Ереже бойынша кіріспе мынадай мәліметтерді қамтиды: ғылыми болжам анықтамасы, қажетті кіріспе ақпарат береді, зерттеу жүргізу себептері түсіндіріледі, аталмыш сала бойынша бұрын жүргізілген жұмысқа сыни баға беріледі, аталмыш тақырыптың өзектілігі деңгейі анықталады, материалдардың баяндалуының нақты жоспары ұсынылады. Соның бірі оқу хабаршысы журналының мақаласына қойылатын талап. Ең бірінші әмбебап ондық жүктеу. Сонымен бірге мемлекеттік ғылыми-техникалық ақпараттық рубрика тұр. Сол жақтағы жоғары бұрышта 10-шы шрифтпен жазылады. Мақала аты бас әріппен, қалың 11-ші шрифтпен ортаға жазылады. Одан төмен бір жол қалдырылып, автордың аты жөні қалың курсивпен, бас әріптермен 11-ші шрифтте беріледі. Бұдан соң бір жол қалдырып, мақала жазылған тілде қысқаша аңдатпа 100-250 сөз және кілт түйін сөздер курсив 10-шы шрифтпен беріледі. Мақаланың метапәндік бөлігі 11-ші шрифтпен жазылуы тиіс. Пайдаланған әдебиеттер тізімі 10-шы шрифтпен міндетті түрде талапқа сай жазылады. Талапта, мысалы, Кәкішұлы Т. Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы, Алматы Қазақ университетінің баспасы, 2002 жыл 235 бет деп көрсетіледі. Бұдан соң қазақ тіліндегі мақала авторларының аты жөні бас әріптермен, аннотация орыс тілінде және ағылшын тілдерінде беріледі. Ағылшын тілінде сонымен бірге абстракт және keywords міндетті түрде курсив сөздермен, шрифттермен жазылуы тиіс. Қағаз және электронды түрде автор жөнінде мәліметтер беріледі. Мақаланың аты автордың аты жөнімен, толығымен ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, жұмыс орны қазақ, орыс, ағылшын тілінде беріледі. Демек, әр жоғары оқу орнының өздерінің журналдарының талап ережелері бойынша мақала қабылданады. Талаптар жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде жүзеге асырылады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.